Assalomualaikum Қазақ Қазына арнасының көрермендері. Бүгін Медет ағамыздың шаруашылығына келіп, міне тазы жайлы аз-маз болса да сұхбат алмақшымыз. Медет аға, енді өзіңіз жайлы бір кішігірім таныстырып кетсеңіз. Ассалаумағалейкум, тазы сүйер қауым. Менің есімім Медет болады, Шымкент қаласының азаматы боламын. Өзім 94-ші жылғы боламын. Осы тазымен айналысып келе жатқанбыз. Ес білгелі тазы үзілмеген, тазы ұстаймыз. Әкеміз жүгіртеді әлі күнге дейін. Атамыз жүгірткен. Бала күнімізден жүгіртіп келе жатырмыз бұл тазыны. Ол қанмен келген қасиет. Қазағымыздың салт дәстүрі. Соны сақтап, өзімізден кейінгі жастарға да үйретсек деген ниетіміз бар. Қазір інілеріміз бар үйретіп жүрген. Тазы ит деп жатамыз ғой қазіргі таңда. Осы тазы ит негізі қанша түрге бөлінеді? Тазыны енді ит деп атамайды, тазы деп айтамыз. Тазы екіге бөлінеді. Жарғақ құлақ тазы және шашақ құлақ тазы болып бөлінеді. Оның ішінде алпауыт тазысы болып бөлінеді, ши тазысы болып бөлінеді. Тазы негізі жалпы екі түрге бөлінеді. Оның тамағы қалай болады? Қанша жастан ауыздандырасыздар бұны? Тазының тамағы ол ет жеп тұр, қайнатып етін береміз. Күнделікті тренировкасы бар. Кәдімгі жас балаға қарағандай қараймыз ол тазыға да. Күнделікті уақытылы тамағын беріп, уақытылы серуеніне шығарып, тренировкасын беріп тұрасыз тазының да. Дауылыңыз жайлы, тұманыңыз жайлы бір айтып берсеңіз, бір жетістіктері жайлы бір қызықты мәлімет болса. Ол дауыл деген тазымызға келетін болсақ, 2022-нің күшігі 2 жасар болды қазіргі таңда. Тұман деген тазымыз ол 3 жасар болды. Екеуінің жеткен жетістіктері ол күшік кезінен ауыздандырдық. Сол 6 айынан бастап аңға шығарып, кішкене дәу тазылардың қасына қосып, ілестіріп, үйретіп. Қазіргі таңда біраз аңға түсіп тұр. Жүгіруден шырға тарту жарыстары болып тұрады. Оларға да барып орындарын бұйырған жүлдесін алып жүр. Осы қазан айының 12-13-і Астана қаласындағы Асыл Қазына жарысқа бару керек болған. Дауыл тазымыз финалға өтіп, сол жарысқа қатысу керек болған. Белгілі бір себептермен өзім бара алмай қалдым. Аңға шыққан уақытта қандай сезімде боласыздар? Жете алмай қалған кездер болатын шығар, сол кезде әттең ай дейтін бір сәттер болады ма? Әрине болады ол енді. Тазы баққан, тазы баптап отқан әрбір сиыр жігітте әттең ай деген кезде болады, қуанышты кездер де болады. Қар жауса жата алмайтын кездер болады қансонарда. Соңынша жер айланып бір аң кезікпейтін кез болады. Кейде жақыннан бір кезігіп қалатын кезі болады. Сондағы сол тазың алып жатса, жаз бойы баққан еңбегіңнің жемісі деп білесің. Қуаныш болады ол бір 15-20 минут бір күн деп әңгіме қылып айтып жүресің. Ала алмай қалса ол сол әттеген ай деген өкініш болады ғой да. Осы тазы жарысын ұйымдастырып жүрген қайда болады, кім ұйымдастырады, сол жайлы айтып берсеңіз енді. Бұл тазы жарысын енді әр қалада жігіттер бар, белсенді осы қазақтың салт дәстүрі сақтап жүрген, тазыны жастарға дәріптеп жүрген группалар бар, қазір неше түрлі чаттар бар. Соның арасында белсенді бауырларымыз бар. Әр қаладан белсенді бауырларымыз бар, солар ұйымдастырады жарысты. Оған спонсорлар бар. Сондай жігіттердің ұйымдасуымен болып жатыр қазір тазы жарыстың бәрі. Менің Қазақ Қазына каналыма ойыңыз қалай? Рысбек бауырымның каналың өте тамаша. Атына заты сай. Қазақ Қазынасы деп керемет ашқан екенсің каналда. Жақсы, каналың дами берсін. Құдай қаласа қазақтың салт дәстүрін көпшілікке, елге көрсете бер. Дами беріңдер бауырым. Рахмет сұхбатыңызға аға. Сізде Құдай қаласа тазыларыңыз көптеген жүлделер ала берсін. Тек қана жетістіктен көріне берсін де. Сендерге де рахмет. Келіп тұрыңдар Құдай қаласа сұхбат беруден шаршамайық. Бұл 2 жасар дауыл дейтін тазымыз. Қазір жаңында жүгіріп іріктеуде тұрған тазының бірі, Қазақстанда Шымкентте мен деген тазының бірі. Артқы жамбастағы 4 саусақтан кең болу керек. 4 саусақ имарат сияқты. Құйрықтарымен шаян құйрық болу керек. Артқы тісектері, пота тісектері болады осындай.
көкіректері кең болады. Мына алдыңғы несі ашық болу керек та жүрген кезде. Мешет ететін ше. Мына көкірек не қарап төмен қарап түскен сайын дем алу тыныс алу өте жақсы болады. Мынау жүгіріп жүріп тілмен дем ала береді бұлар. Құлақтары кең болу керек осындай. Ашық болып. Бұл шашақ құлақ тазы. Жарғақ құлақ деген таз бар. Екіге бөлінеді, жарғақ құлақ, шашақ құлақ деп. Ондай не дейміз? Жазымен ала жаздай бағасын, қысымен еңбегін береді да Құдай қаласа. Бұл да ақтысап суытып дайындап. Burada еңбек бар. Баққан өте қызық болу тазы.